Баршаңызға сәлем, арнама қош келіпсіздер. Қолжетімді заттардан жасалатын өте оңай дайындалатын пирог дайындаймыз. Үлкендегі ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз және үстінен кіші көлемдегі пиалайды өлшедім. Шамалы толтырмай құмшекер қосамыз. Граммдан өлшегенде 170 грамм болып шықты. Осы пирогқа істететін барлық заттар бөлме температурасында болу қажет. Миксер көмегімен 5-7 минут шамасында араластырамыз. Мінекей осылай түсі және көлемі өзгерді. Дәл осы пиаламен есептеп саламыз, шамалы толтырмай сұйық қосамыз. Үлкендегі көлемдегі пиалады алып, 200 граммдық осындай пиала жылы бөлме температурасына айран қостым. Және осы айран қосылған пиаламен есептейміз. Бір пиала толтырып, ұнды саламыз, елеп саламыз міндетті түрде. Аздаған 2 ас қасықтай ұнды алып қалып, ең соңында саламыз. Мінекей осылай елеп салып, үстінен 1 шай қасық разрыхлитель және жарты шай қасық ваниль құмшекерін салып, жақсылап араластырып жібереміз. Осымен пирогымыздың қамыр дайын, өте қою немесе сұйық болып кетпейді. Формамыз диаметрі 22 см. Ат жағына пергамент қағазын төсейміз және міндетті түрде жан-жағын барлығын майлап, осындай қамырымызды бір келке етіп салып, столға 1-2 рет қағып жібереміз. Және қызып тұрған пешке мен 220 градусқа дейін қыздырып алып, 180 градуста 20-25 минут шамасында пісіріп алдым. Дайынны осындай құрғақ таяқшамен тексереміз. Дайын болған осындай піскен пирогымызды қалыптың ішінде қалдырып суытсаңыздар да болады, немесе сразу осындай мен 20 минут шамасына суытып, ішінен шығарып сіздерге видеоға болғандықтан сіздерге көрсетіп жатырмын. Қазір осындай кесіп сіздерге араларын көрсетемін. Өте әдемі болып піскен және көлемді өте жақсы осындай көтерілген. Аралары өте жұмсақ, өте тәтті, шаймен ішкенге өте дәмді пирог болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Ас болсын, видео ұнаған болса лайк басып, осындай өзіміздің қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Ал арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа видеоларымды өткізіп алмай көресіздер. Сау болыңыздар.